Ұзақ сапар. Жолдан бір бейтаныс қария мінді. Нарынқолдан екен. Радиода жылқы туралы әңгіме болып жатқан. Колонкаға құлағын тосып тыңдап отыр. Дауысын көтеріп қойдым. Бір кезде жылқы туралы әңгіме болып жатыр екен. Жылқы деген жақсы мал ғой, жарықтық. Балам, жол қысқарсын, жақсы жылқы туралы бір әңгіме айтып берейін саған. Тыңдайсың ба? Деді. Айтыңыз, жол қысқарсын, дедім. Содан бастады. Бір торы айғырым болды. Енесін қырғыз жақтан алып едім, деп бастады. Жақсы әңгіме екені кіріспесінен ақ көрініп тұр. Келген жылы тобылғы түстес торғылын тапты. Тайында қысыр емді, қонанында тимедім. Дөненінде бірақ бас білдіріп тоқым салдым. Бестісінде бәйгеге қостым. Қатарынан 2-3 аламанда қара үзіп бірінші келді. Кейін жүрісі қолайма жаққан соң ешкімге бермей өзім мініп жүрдім. Көктемде үйірге саламын. Қыстай қолға ұстап мінемін. 90-шы жылдардың соңына қарай ауылдан үйірімен жылқы, өрісімен мал жоғалатын қиын заман болды. Сол аласапыранда торы айғырдың үйірі де ізім қайым жоқ болып кетті. Ішім удай ашыды. Қаншама жыл күйзелісте жүрдім. Біраз уақыт өткен соң 2003 жылы Қытайдағы туыстарымды іздеп бардым. Туыстарымды іздеп бардым. 70 жылдан кейінгі кездесу еді. Туыстарым шекараның түбіндегі Нарынқолға жапсарлас бір ауылда екен. Менің құрметіме тай сойып той берсін. Бәйгесі той бола ма? 2-3 ауылдың қыл-құйрықтарын жинап шағын бәйге берді. Аламаннан бір торы ат жалғыз келмей ме? Кәдімгі торы ат. Көзіме оттай басылды. Құдды менің баяғы торы айғырымды сойып қаптап қойғандай. Денесі шағындау демесеңіз, сол торы айғырдың өзі. Кекілін жел қағып, кермеде сұлу қыздай құлпырып тұрған торы аттың жанына қалай барғанымды өзімде байқамай қалдым. Мынау кімнің аты? Дедім жүйріктің жанында тұрған шабындоз баладан сұрап. Пәленшенің, деді. Шақыр. Ұзын бойлы, көк көз, ақсары жүзі күнге күйіп, желге тотыққан, елеуді еңсерген жігіт ағасы келсін. Мына атты қайдан алдыңыз? Дедім. Даусым дірілдеп тұр. Өзімдікі? Мүмкін емес, деймін. Елден сұраңыз, адал малым, дейді. Анау көк көзі шегірейіп кетті. Қойшы, содан әлгі аттың тегін тектей бастадық. Сөйтсем баяғыда менің қорамнан жоғалған торы айғырдың үйірінен шыққан құлын екен. Сатып па, айырбастап па, білмеймін. Салып ұрып сол күні торы айғырдың үйірін таптық. Жайлауда екен. Жануар менің даусымды естігенде сондайдан оқыранып осқырынып келді. Қолымды иіскейді. Көңілім босап кетті. Көзімнен тарам-тарам жас ақсын. Жануардың жалынан құшақтап, көз жасымды қасымдағыларға көрсетпей сүртіп жатырмын. Сөйтсек торы айғырды ұрылар бері өткізіп сатқан ба, айырбастаған ба, бір үйірдің тоз-тозын шығарып жіберіпті. Менің бой тұмарымдай болған жүйрігім бір жуас жылқышыға бұйырыпты. Ат танитын адам екен, үйіріне салып қойыпты. Менің атым екенін білген соң, қазақтың жолымен ұрлап алмаса да, ат шапан айыбын беріп, бір қолында биесін сатып, ақшасын қалтама салып шығарып салды. Кетерімде торы айғырды тағы бір рет көруге бардым. Жетелеп кететін ауыл арасы емес, қимай-қимай қоштасып, жануардың жалы мен кекілін кесіп алып, сілекейі мен терін сүртіп қалтама салдым. Содан бері қалтамда жүр, деп қария тұмаршаға түйілген алақандай ақ матаны алып шықты. Иіскеп қояды. Мен де танауым әкелдім. Жылқы иісі ғажап қой шіркін. Қан тамырларымды қуалап барады.